Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін үй жағдайында KFC жасаймыз. Ол үшін бізге жуылған тауықтың қанаттары қажет. Осындай дәмдеуіштер қызыл қара бұрыш, имбир, паприка және тұз. Күнбағыс майы қажет. Маринаттау үшін осындай жылы су керек болады. Енді маринаттап бастаймыз. Ол үшін тауықтың қанаттарын алып, керек емес жерлерін осындай видеодағыдай етіп кесіп тастаймыз. Қанаттарымыздың ортасынан бөлеміз. Міндетті түрде бөліңіздер, себебі осылай бүтін күйінше маринаттайтын болсаңыздар, піскен кезде өте үлкен болып кетеді және дұрыс піспей қалуы мүмкін. Осылай видеодағыдай қайталап шығамыз барлығын. Менде бұл жерде 1,5 келі тауықтың қанаттары. Кез келген тауықтың қанаттарын алып жасасаңыздар болады. Яғни кез келген фирма. Адам санына байланысты жасайсыздар. Менде 1,5 келі тауыққа арналған маринад. Осылай барлық дәмдеуіштерімізді саламыз жылы суымызға, үстіне күнбағыс майымызды құйып, жақсылап тұрып араластырамыз. Жақсылап араластырыңыздар, сол кезде барлығы бірігуі қажет. Осылай суымызда еруі қажет барлығы. Тауығымыздың үстіне құямыз. Яғни тауығымыз батып тұруы қажет, жақсы батып тұру керек. Сол кезде маринадымыз жақсы маринадталатын болады тауықтарымыз. Бетін жауып, кемінде 5 сағатқа тоңазытқышқа салып қоясыздар. Осындай үлкенде ыдыс аламыз, өзімізге ыңғайлы. Үстіне ұн салып, дәмдеуіштер салып, ұнымызды жақсылап араластырамыз. Ұнымыз тауықтың санына байланысты болады. Егер жетпесе, тағы кішкене қоссаңыздар болады. Маринадталған тауық аяқтарын осылай қойып шығамыз. Тауық қанаттарын осылай ұнға аунатып аламыз, жақсылап. Осындай видеодағыдай ыдысқа саламыз, әрқайсысын ұнға аунатып, кішкене сілкіп аламыз ұннан. Жылы су дайындап қоямыз осындай. Жылы судың үстіне салып аламыз тауықтарымызды. Және сол тауықтарды қайтадан ұнға аунатып аламыз. Осылай ұнға жақсылап аунатып шығамыз тауығымыздың қанаттарын. Барлық жеріне осылай ұны жағылуы тиіс. Осылай таза тәрелкемізді алып, тауықтың қанаттарын осылай бір-бірден осылай сілкіп, ұнымыздан сілкіп аламыз, бір-бірден осылай қойып шығамыз. Біздің тауықтарымыз дайын. Енді табамызға май құйып, жақсылап қыздырамыз майымызды. Қызған майдың үстіне осылай бір-бірден тауықтарымыз салып, 6-8 минут қуырып аламыз. Бірінші кезде майда жақсы қызғанша, отымыздың асты ең максималды түрде болу керек, қатты болу керек. Және май жақсылап қызғаннан кейін, яғни тауықтарымыз салып болғаннан кейін, орташа отта пісірсеңіздер болады. Міндетті түрде орташа отта пісіріңіздер, себебі қатты отта пісіретін болсаңыздар, кішкене күйіп, ортасы піспей қалуы мүмкін. Екі жағын осылай жақсылап қуырып аламыз. Таза тәрелке алып, астына осылай қағаз салфетка төсеп аламыз. Осылай бір-бірден майынан сілкіп, тауықтарымызды осылай қойып шығамыз. Келесі тауық қанаттарымызды да осылай жақсылап қуырып аламыз. Достар, осы рецептпен жасап көріңіздер. Жасап болғаннан кейін, жасап көргеннен кейін, яғни
өз пікірлеріңізді жаза отырыңыздар осы видеоның астына. Жақсылап қуырып жатырмыз. Қараңыздар, біреуін кесіп көрем. Менің қолымдағы өте ыстық. Дәл KFC-дағыдай болып шығады. Ащы емес, егер ащы болған қаласаңыздар, көбірек қызыл бұрыш қоссаңыздар болады. Міне таза піскен. Біздің KFC-міз дайын болды үй жағдайында. Достар, жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады. Менде осындай 2 тарелке шықты, 1,5 келі тауық қанаттарынан. Осылай жақсылап пісіп шықты. Өте дәмді шықты. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін алғысымды айтамын. Сіздермен болған Ақбота.